Саламатсыздар ма? Мен Меруерт Өтегенова Рахымжан қызы. Түркістан Ахмет Яссауи кәсіби колледжінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің жоғары санатты магистр оқытушысы. Сіздердің назарларыңызға қазақ әдебиеті пәнінен Шерхан Мұртаза тақырыбындағы видео сабақты ұсынбақпын. Жоспары: бірінші, Шерхан Мұртазаның өмірі мен шығармашылығы. Екінші, Қызыл жебе романы. Үшінші, бір кем дүние жинағы. Студенттер, сіздер ветеринария мамандығында оқитын болғандықтан болашақ жан жануарлардың емшісі боласыздар. Олай болса, мына белгісіз бағытқа шыққан керуенді бірге жеткізейік және қай бағытқа баратынын білетін боламыз. Біздің бүгінгі тақырыбымыз Шерхан Мұртаза дедік. Олай болса, Шерхан Мұртаза жайлы сіздерге біршама мәлімет бере кетейін. Онда келесі сандықшаны ашып көрейік. Шерхан Мұртаза 1932 жылы Жамбыл облысы Жуалы ауданы Талапты ауылында дүниеге келген. Шерхан Мұртаза студент кезінен бастап аударумен айналысқан. Ол Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетін бітірген. Оның тұңғыш кітабы «Құрушы Даку» деп аталады. Өзінің шығармашылық жұмыстарында ол тек қана жазушы ғана емес, драматург, аудармашы және прозашы деп айтуға болады. Оның пьесалары «Қызыл жебе», «Сталинге хат», «Бесеудің хаты». Ал аудармаларына келетін болсақ, ол Шыңғыс Айтматовтың шығармаларын көбірек аударған. Себебі қырғыз ақыны Шыңғыс Айтматовтың шығармаларын Шерхан аударған нұсқасын асыға күткен екен қырғыз халқы. Ол Ботагөз, Қошбол Гүлсәрі, Боранды бекет, Жанпида, теңіз жағалап жүгірген Тарғыл төбет сияқты шығармаларды қазақ тіліне аударған. Ал прозалық шығармаларына тоқталатын болсақ, Қызыл жебе, Ай мен Айша, Бұлтсыз күнгі найзағай, Белгісіз солдаттың баласы, Мылтықсыз майдан, 41 жылғы келіншек, Ахметжанның анты, Интернат аны, тағы басқа көп деген әңгімелері мен повестері бар. Ай мен Айша повесі өзінің анасына арналған. Яғни, әкесі Мұртаза жер аударылып кеткеннен кейін тірі жесір қалған анасының көптеген қиын қыстау кезеңді бастан кешіргені осы шығармада шынайы суреттелген. Шерхан Мұртаза жазушы, қоғам қайраткері, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері, Қазақстанның халық жазушысы. Ол Жалын, Жұлдыз журналдарында, Егеменді Қазақстан газетінде және Қазақстан телерадио корпорациясының төрағасы болып қызметтер атқарған. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты, Қазақстан Республикасы президенті жанындағы ұлттық кеңестің мүшесі болған. Сонымен қатар құрмет белгісі, отан ордендермен марапатталған. Міне біз екі сандықшаны аштық. Олай болса, келесі сандықшаны көрейік. Бұл жерде Қызыл жебе романы жайлы айтамыз. Шерхан Мұртазаның кең құлашты өзекті шығармасы Қызыл жебе романы. Бұл романды жазуға себеп болған оқиғаны Шерхан Мұртаза былай суреттейді. 1961 жылы Социалистік Қазақстан газетіне редакциясына қызметке жұмысқа тұрдым. Сол жерде Рахман Байжарасовтың Тұрар Рысқұлов атты көлемді мақаласы жарияланды. Барлығымыз таласып оқыдық. Бір күні типографиядан келген Тұрар Рысқұловтың суретін кәрзеңкеге тастағалы отырған киім деген кәрістен сұрап алдым. Ешкімге көрсетпе деп берді. Міне сол кезден бастап осы романды жазуға кірісе бастадым дейді. Бұл Қызыл жебе романы автордың ұзақ жылғы шығармашылық толғаныстан, ұдайы ізденістен, зерттеуден туған табанды еңбегінің жемісі. Бұл романда қазақтың қоғам қайраткері Тұрар Рысқұловтың өмірі мен туған ортасы, революциялық қызметі көрсетілген. Байлардың зорлық-зомбылығын, әке жанының қиналысын көріп өскен жас Тұрар әділетсіздікке жаны қас, бірбеткей алғыр болып өседі. Автор негізгі оқиға желісін, Тұрардың өскен ортасын, шыққан тегін, жазықсыз айдалып бара жатқан әке кегін суреттеуден бастайды. Романда Рысқұл, Тұрардан басқа бірнеше адам бар. Олар Саймасай, Дауылбай, Ахат,
Таубай, Сақан, Мақаш, Анарбай, ізбайшалар. Бұлардың әр қайсысын жеке дара бейнелей білген. Міне біз келесі сандықшаға да келдік. Керуенімізді жеткізуге жақындап қалдық. Онда келесі сандықшаны ашып көрейік. Бұл жерде бұл қазақ халқының қоғам қайраткері Тұрар Рысқұлов. Сіздер Қызыл жебе романының негізгі кейіпкері Тұрар Рысқұлов екенін білдіңіздер. Енді сол Тұрар Рысқұлов жайлы кең көлемді суреттелетін, бейнеленетін мына бейнежазбаны зер салып көрейік. Әкесі Рысқұл патшаның жаулап алушылық саясатына қарсы шыққаны үшін 10 жылға Сібірге айдалған. Одан арғы тағдыры белгісіз. Әке көрген оқ жонар. Көрнекті мемлекет қайраткері Тұрар Рысқұловтың өмір жолына терең үңілген адам, оның әкесімен тағдырлас екенін, екеуіне де ортақ қайсар мінезді, табандылықты, сол бір сұм заманның ноқтасына сыймаған өрлікті байқар еді. Айыпты болып абақтыда отырған Рысқұл, өзі атқан болыстың туысқандары кек қайтарар ма деген қауіппен Қаршадай Тұрарды түрмеге алғызған. Тұрардың күрескер ретінде қалыптасуы дәл осы Верный түрмеден басталған. Алғашқы танығаны да, орыс тілін үйренгені де сол кезде. Сібірге айдауға кетер алдында Рысқұл баласына өмір күрестің қиралаңдарын құлағына құйғаны да анық. Қалқатайым, оқы. Ала қағаздан бас алма. Сені бірдеңеге жеткізсе, сол жеткізеді. Бұл әкенің ұлына берген соңғы аманаты. Күндет түрде арасында жүрер медің? Елге енді еркіндік бер деген үміт бар. Сол үміт алға жетелеуде. Бұл күнді сенің де арман еткеніңді білемін, әке. Тұрар Рысқұловтың Қазан төңкерісінен кейінгі қызметі жайында көп жазылды, айтылды. Осы деректердің ішінен мына бір мәселеге баса назар аударуға болады. Ол шығыс қайраткерлерінің арасынан Ленин мен, кейіннен Сталинмен тікелей жұмыс жасап, тіпті пікірталасқа барған жалғыз тұлға. Оның Ленинге жазған Түркістан Республикасы жағдайының жоспары туралы деген хаты табылды. Онда еңбекшілер көсемінің қарындашпен астын сызып оқыған белгілері бар. Ал Сталин Рысқұловпен санасатын, тіпті именетінде. Коммунистік империяның диктаторы бір хатында соңғы 2 жыл түркістандық комиссарлардың бәрін қоса алғанда бір Рысқұловқа жетпейтінін көрсетті деп жазыпты. Атқарған еңбектеріне қарап, Тұрардың экономиканы, елде басталған индустриализацияны терең білгендігін аңғаруға болады. Қазір еліміздің мақтанышына айналған Қарағанды көмір бассейнінің, Қоңырат мыс кенінің, Балқаш мыс балқыту комбинатының, Шымкент қорғасын зауытының құрылыстары Рысқұловтың белсене араласуымен, соның бастамасымен басталған. 1932-1933 жылдары қазақ жерін аштық жайлады. Солақай саясаттың кесірінен 3 миллионға жуық қазақ құрбан болды. Бүтіндей бір халыққа құрып кету қаупі төнді. Әке, халқыма тағы бір зобалаң келді. Атқамінерлер астыра сілтеп, даламызды аштық жайлады. Елден келген сұмдық хабар жеткізді. Сай-саланың барлығы өлікке толы. Тірі қалғандарды Қытай асып жүр. Мәскеудегілер ештеңе естімегендей саңырау болып қалған. Мен кейде әдейі жасалып отыр ма деп ойлаймын. Бас кетерін білдісем де, шындықты айтуға бел будым. Асыра сілтеу болмасын, аша тұяқ қалмасын деген атпен қалған Голошокиннің ұжымдастыру бағытындағы келеңсіз саясатының кесірінен болған зобалаң Рысқұловты көзсіз ерлікке итермелегені шындық. Бүтіндей бір халықты қырып жіберуге шақ қалған аштық жайлы Сталиннің бетіне айту
өзіңе өлім сұраумен бірдей. Соны біле тұра, Рысқұлов аштықтың ақиқатын ашық айтты. Қазақтарға азық жіберуге көндірді. Елім деп еңіреп өткен есіл ер сталиндік репрессияның алғашқы құрбандарының бірі болды. 1937 жылдың 21 мамырында халық жауы атанып тұтқынға алынды. 1938 жылдың 8 ақпанында ату жазасына кесілді. 2 күннен соң үкім орындалды. Мінекей, біз Тұрар Рысқұлов жайлы көптеген ақпарат алдық. Яғни қазақ елі үшін жасаған еңбегі, қазақ халық үшін Сталиннің алдына барып, қазақ халқының жағдайын жасауын сұрауы, оның репрессияға ұшырауына себеп болды. Олай болса, келесі сандықшаны ашып көрейік. 2008 жылы жарық көрген бір кем дүние жинағы. Бұл тұшымды дүниелер берілген мол кем дүние деуге болады. Бір кем дүние жинағында ғибратты әңгімелер берілген. Соның бірі жайнамаз. Әкеміз Мұртаза марқұмның қызғылтым шырайлы әдемі гүлдері жайнаған жап-жаңа жайнамазы бар еді. Алдымен мешіт бұзылды. Оның үйінді болып қалған кірпіштерінің үстінде байғыз дейтін құс сұңқылдап зарлап отыратын шығарды. Көп ұзамай Мұртаза халық жауы ретінде ұсталды. Бұл 1937 жылдың сірә желтоқсан айы еді. НКВД үйге тінту жасады. Мен ол кезде 5 жасар баламын. Бәрі есімде. Тінткенде бәленде байлық табылған жоқ. Тек бір милиционер төрде ілулі тұрған жайнамазды жазып көрді де, мынау шұлғау болуға жақсы екен, аяғым тоңып жүреді деп, Алланың аты жазылған жайнамазды бүктеп қойнына тыға салды. Арада 60 жыл өткенде жолым түсіп Кереку қаласына барып, мешітіне кіріп дұға оқығанда, Тәңірі жарылқағыр бас имам маған Қағбадағы мешіттің суреті салынған сұлу жайнамазды сыйлады. Сонда баяғы милиционерге шұлғау болып қорланған жайнамаз ғайыптан құс болып келіп қолыма қонғандай ғажайып хал кештім. Мұны марқұм Мұртазаның әруағы сезді ме білмеймін. Бір кем дүние. Екінші ауыл иттер әңгімесі. Ахмет Байтұрсынов қинамайды абақтыға жапқаны, қиын емес дарға асқаны атқаны. Маған ауыр осылардың бәрінен өз ауылымның иттері өліп қапқаны деп еді ау. Әттең дүние-ай, 1937 жылы біздің әкейді де өз ауылымыздың шолақ белсенділері нақақтан жала жауып ұстатып жіберді де жоқ қылды ғой. Обалы кімге? Қорлықты көп көрдік қой. 1937 жылы халық жауы деп ұсталып атылған, айдалған, асылғандардың бәрі кейін ақталды. Бірақ жазықсыз жапа шеккендер қайта тірілген жоқ. Бір кем ғана дүние мекен, орны толмас, орасан, обал дүние дейді. Және осы бір кем дүние жинағы жайлы өзінің бір сұхбатында Жамбылдың 99 жас жасағаны туралы айтады. Алла тағала 100 жыл жас беруге құдіреті жетпеді емес, бірақ бір кем дүние дейді. Сонымен қатар балалықты да қайта қалпына келтіре алмайсың, ол да бір кем дүние деген екен. Міне, келесі түйедегі сандықшаны да ашуға жақын қалдық. Бұл жерде Попс формуласы берілген. Бір кем дүние дегенді сіз қалай түсіндіңіз? Ойланып көріңізші, менің ойымша, себебі оны бұлай түсіндіремін. Осыған байланысты мынадай қорытынды жасадым. Жаңа оқып кеткен екі әңгімеден өздеріңіз бір қорытынды жасап көріңіздер. Жасадыңыздар ма? Олай болса, келесі сандықшаны ашып көрейік. Бұл жерде құпия қақпа дейді. Бұл құпия қақпада не бар екен? Ашып қарайық. Қақпада бізге тапсырмалар берілген. Шерхан Мұртаза кім? Және несімен танымал. Мына жерде үлгі берілген. Шерхан Мұртаза жазушы, Қызыл жебе романымен танымал. Және ары қарай өздеріңіз жалғастырып көріңіздерші.
Біз осы қақпадағы тапсырмаларды орындасақ, керуеннің қайда бағыт алғанын білетін боламыз. Орындадыңыздар ма? Онда келесі тапсырманы ашып көрейік. Бұл жерде Қызыл жебе романы жайлы не білдік дейді. Қызыл жебе романы жайлы не білдік? Романның тұрар өміріне арналғанын білдік. Ары қарай жалғастырып көріңіздер. Кейіпкерлері кімдер? Қызыл жебе романында тағы басқа қандай жағдай суреттелген? Олай болса, көрейік. Қақпа бізге ашыла ма? Сіздер тапсырманы орындадыңыздар ма? Орындады деген ойдамын. Әрине, сіздер тапсырманы орындадыңыздар. Тараз қаласына қош келдіңіздер. Тараз қаласы керуенге салынған мол байлықпен Шерхан Мұртазаның шығармаларымен бірге Тараз қаласына келді. Әрине, бұл Шерхан Мұртазаның туған жері. Олай болса, үйге тапсырма. Шерхан Мұртазаның өмірі мен шығармашылығы туралы тың дерек жазамыз. Екінші, Қызыл жебе романын оқып, кейіпкерлерге мінездеме жазамыз. Пайдаланылған әдебиеттер және пайдаланылған сайттарға сілтемелер берілген. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.